Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгінгі видеода бағалауға арналған ең жаңа әдіс-тәсілдерді ұсынамын. Осындай ақпараттар қажет десеңіз, каналға тіркеліп алыңыз. Киіз үй әдісі. Бұл әдісті күнделікті сабақтарда да, әсіресе алда келе жатқан Наурыз мейрамына байланысты сабақтарда қолдансаңыз, өте керемет болады. Бұл жерде киіз үйдің суреті және ұзына бойы орналасқан бағалар орналасады. Оқушы әр тапсырма сайын алған бағаларын есептей отыра, сабақ соңында жалпы балл санын көрсетуіне де болады. Бағаларды киіз үйдің бойымен әрі-бері жылжытып қолданады. Перро әдісі. Тағы да бір осындай жылжытулар арқылы орындалатын әдістің бірі перро әдісі. Бұл жерде де сандардың бойымен оқушы алған балын жылжыта отырып көрсетіп отырады. Қазына әдісі. Қазына әдісінде бірінші пункттан екінші пунктқа, яғни қазынаға жету үшін оқушы берілген балдарды жинап шығуы керек болады. Оқушы мұнда қазынаға жету үшін барынша жоғары балл жинап, белсенді қатысуға тырысатын болады. Келесі әдіс бояулар әдісі. Бұл әдісте мынадай бояудың суреті қолданылады. Әртүрлі түстердің бойымен бағалар орналасады. Ортасында орналасқан бояғыш айнала отырып жылжиды. Соны жылжыту арқылы оқушы алған бағаларын көрсетеді. Калькулятор. Мұнда калькулятордың суреті болады және сандар берілетін жерге бағалар орналасады. Бұл бағаларды да орнынан айналдыру арқылы ауыстырып көрсетіп отырады. Бұл бағалау әдісін әсіресе математика сабағына қолданған тиімді. Жеке куәлік арқылы бағалау. Бұл бағалаудың ұлға және қызға арналған түрлері бар. Мұнда мұғалімнің қолы, оқушының аты-жөні, сабақ және жалпы балл саны жазылады. Асықтар дорбасы әдісі. Бұл әдісте асықтар және дорба қолданылады. Дорбаны асықтың суреттерін салуға болатындай қалташа етіп жасайсыз. Оқушы дорбасына алған балына сәйкес түстермен асықтарды жинап отырады. Дартс бағалауы. Дартс әдісінде мынадай дартс және оның оғының суреттері болады. Бұл жерде оқушы сандардың бойымен жылжыту арқылы бағаларын алады. Келесі әдіс құм сағат әдісі. Бұл жерде құм сағаттың суреті қолданылады. Мұнда көрсетілген бағалар оңға солға жылжыту арқылы өзгеріп отырады. Өзін-өзі бағалау парағы. Осы берілген бағалау парақшасында оқушы әрі балын көрсетеді, әрі кері байланыста бере алады. Бұл жерде қойылған бүгінгі сабақтан ұққан 3 тірек сөз, бүгінгі сабақтан ойға түйген 2 ұғым, бүгінгі сабаққа қатысты бір сұрақ жазу арқылы оқушының қаншалықты сабақты түсінгенін көруге болады. Және соңында оқушы өзін не қызықтырғанын, одан соң алған ұпайын жазады. Назарларыңызға рахмет. Көрсетілген әдістерді қолданып көріңіздер. Оқушыларға қаншалықты қызық болғанын өздеріңіз байқайтын боласыздар. Бұл көрнекіліктердің авторы өзім емес, сіздерге идея болсын деп жинақтап салдым. Осындай ақпараттар қызық болатын болса және қажет десеңіз, комментарийға плюс қалдырып кетіңіз. Және тіркелуді ұмытпаңыз.